Баршаңызға сәлем. Бүгін өте ерекше сосиски в тесте жасап үйренеміз. Бұл барлық жерде сатылатын, жасалынатын сосиски в тестелерге қарағанда дәмді әрі ерекше болып шығады. Мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге бір пачка шұжық, яғни сосиска, сыр, қалаған сырды қолдансаңыздар болады. Плавленый болмаса болды. Бетіне жаққанға бір жұмыртқа қажет болады және дүкеннен қатпарлы қамыр, яғни слоеное тесто керек болады. Осындай 4 бүріштісі. Ең алдымен шұжықтарымыздың сыртын тазалап дайындап қоямыз. Сырды майдалап тураймыз. Егер сізде терка болса, теркамен өткізе салғаныңыз тез әрі оңай болады. Қатпарлы қамырыңыз мұз болып тұрған болса, міндетті түрде бөлме температурасында ерітіп алуыңыз керек. Менде осында 3 шықты. Бір-бірінен ажыратып аламыз. Енді біреуін алып жаямыз. Сіз өзіңіздің шұжығыңызға қарай жаясыз. Менің шұжықтарым қысқалау болғандықтан мен кішкене ұзындау қылып жайдым. Шұжығыңыздың формасына қарай тестаны да жайып аласыз, жұқалау етіп. Екінші қатпарлы қамырымызды дәл солай жайып аламыз. Жұқалау қылып, бұны барынша ұзындау қылған жақсы. Өйткені бұны осындай бөліктерге бөліп шығамыз. Ұзын-ұзын қылып, менде жалпы 7 бөлік шықты. Осындай жұқалықта болуы қажет. Табаға мен сияқты май қойып немесе пергамент төсесеңіздер болады. Және сырды шетіне қарай шығармай жайып шығамыз және үстінен басып шығамыз. Ал бөлінген қамырларды дәл осылай видеодағыдай жайғастырып шығамыз. Бір жоғары, бір төмен, бір жоғары, бір төмен. Енді шұжығымызды қойып, дәл видеодағыдай орап шығасыз. Жоғары тұрғанды төмен, төмен тұрғанды жоғары. Әр шұжықпен дәл осы қимылды қайталаймыз. Егер қамыр жетпей қалса, осылай қалған бөліктен жабыстырып алсаңыз болады. Дәл жаңағы қимылымызды қайталап шығамыз. Міне бізде осындай дайын болды. Енді кішкене шетін жинап шығамыз. Әрі бортик болып тұрады, әрі сыры еріген кезде ағып шығып кетпейтін болады. Жаңағы бір жұмыртқамызды барынша шұжықтарға тигізбей, барлық қамырға жағып шығамыз. Бортиктеріне дейін барлығына жағып шығыңыз, қызарып, әдемі болып пісетін болады. Енді бетіне күнжіт немесе мак сеуіп шықсаңыздар болады. Егер жоқ болса, екеуін де сеппесеңіздер болады. 250 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Менде осындай қатпарлы қамыр артылған болатын, ол ештеңе қылмайды. Бұдан кішкене пиццалар немесе самса жасап жүрсеңіздер болады. Міне біздің сосиски в тестеміз пісті. Сіздің отбасыңыз бұндай ерекше сосиски в тестеден таң қалуы сөзсіз. Ешқандай жерде сатылмайды. Өзіңіз осылай тез әрі оңай, әрі дәмді сосиски в тесте дайындап көріңіз. Каналыма тіркеліп мені қолдауды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.